Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. Менің атым Гүлмира. Жасым 58-де. Осы жасқа келгенде адам өмірінде көрмегені қалмайды екен. Қуанышында, қайғысында, жақсы күнінде, жаман күнінде бастан өткереді. Бірақ мен бір нәрсені ешқашан түсінбедім. Неге әйел адам өмір бойы бәріне шыдап, бәріне ыңғайланып, бәрінің көңілін табуға тырысу керек? Мен бұл сұрақты өзіме көп жыл бойы қойған жоқпын. Өйткені менің өмірімде бір ғана қағида болды. Үйдің үлкенін ренжітпе. Күйеуіңе қарсы шықпа. Балаларыңды ойла. Ел не дейді деп қара. Осы 4 сөз мені 58 жасқа дейін жетелеп келді. Ал сол күні менің өмірімдегі ең үлкен өзгеріс басталған әлі білмеген едім. Таңғы сағат 7:30 шамасы. Ас үйде шайнек қайнап жатты. Терезеден тамыз айының жарығы түсіп тұр. Үйдің іші тыныш. Мен дастархан жайып, нан турап отырдым. «Апа, шай дайын ба?» деген дауыс естілді. Бұл келінім Әсел. «Дайын. Сен күйеуіңді ояттың ба?» «Ояттым. 5 минут деп жатыр». Күліп жібердім. «Еркектердің бәрінің 5 минуты жарты сағат қой». Әсел де күліп, «Солай ғой» деді. Біздің үйде 3 буын бірге тұратын. Күйеуім Ермек екеуміз. Ұлымыз Нұрлан мен келініміз Әсел. Немереміз Аян. Ал үйдің ең үлкені менің қайынатам Сапар ақсақал. Жасы 82-де. Күйеуімнің әкесі болғанмен үйдегі сөзі әлі күнге дейін заң сияқты еді. Мен 35 жыл бұрын осы үйге келін болып түскенде, ол кісі 47 жаста болатын. Сол күн әлі есімде. Қолыма 2 чемодан ұстап, босағадан аттағанымда қайынатам: «Келін, бұл үйге кірген соң бір нәрсені ұмытпа» деген. Мен жас келін едім, қорыққаннан жүрегім дүрсілдеп. «Иә ата, бұл үйде ұрыс болмайды. Бір-біріңді ренжітпейсіңдер. Қандай жағдай болса да сыртқа шығармайсыңдар». Мен басында изегенмін. Сол күннен бері осы үйдің талай құпиясын ішімде сақтадым. Бірақ сол күні таңертең болатын әңгімені сақтай алатынымды білмедім. «Гүлмира!» Дауыс қатқыл шықты. Мен жалт қарадым. Есіктің алдында қайынатам тұр екен. «Иә ата. Шай ішпей тұрып менің бөлмеме кірші». «Қазір ме?» «Иә, қазір». Оның даусынан біртүрлі нәрсе сезілді. Мен қолымды сүртіп, «Жақсы» дедім. Әсел маған қарап қалды. Не болды екен? Білмеймін. Мен қайынатамның бөлмесіне кірдім. Ол төсегінің шетіне отырыпты. Әдетте таңертең ерте тұрып, аулаға шығып, немересіне әзіл айтып отыратын. Ал бұл жолы қабаға түсіп кеткен. «Отырыңыз» деді. Мен қарсы алдындағы орындыққа отырдым. «Не болды ата? Бір жеріңіз ауырып тұр ма?» «Жоқ». «Дәрі керек пе?» «Жоқ». Ол біраз үнсіз отырды. Сосын маған тіке қарады. «Келін, сен маған бір жақсылық жасауың керек». Мен күлімсіреп: «Айтыңыз, қолымнан келсе жасаймын». «Қолымнан келеді». «Не екен?» Ол бірден жауап бермеді. Терезеге қарап отырды. Сосын жай ғана: «Бүгін менімен бірге бір жерге барасың». Мен таң қалдым. «Қайда?» «Қалаға». «Не үшін?» «Оны барған кезде білесің». Мен күле алмай қалдым. «Ата, Ермекпен бармайсыз ба?» «Жоқ». «Нұрлан барсын?» «Жоқ». «Онда Әсел...» «Гүлмира!» Дауысы бұрынғыдан қаттырақ шықты. Мен үндемей қалдым. Ол күрсінді. «Маған сен керек». Осы 4 сөзді естігенде жүрегім біртүрлі болып кетті. Сапар ата ешқашан біреуге өтініш айтып үйренбеген. Бәріне бұйрық беріп сөйлейтін. Ал бүгін маған сен керек деді. «Жақсы ата, барам». Ол басын изеді. «Бірақ бір шарт бар». «Қандай?» «Ермекке айтпайсың». Мен аңырып қалдым. «Неге?» «Сұрама». «Бірақ, Гүлмира, мен сенен 35 жыл бойы көп нәрсе сұраған жоқпын». Мен үндемедім. Ол сөзін жалғастырды. «Бүгін бір рет мені тыңда». Менің ішімнен бір дауыс «Жоқ» деді. Бірақ аузымнан басқа сөз шықты. «Жақсы ата». Таңғы ас кезінде мен үндемей отырдым. Ермек әдеттегідей телефонын қарап шай ішіп отыр.
Әке, бүгін дәрігерге барасыз ба деді. Сапар ата: жоқ. Онда қайда шығасыз? Мен қасықты кесеге тигізіп алып, қолымның діріліп кеткенін сездім. Сапар ата маған бір қарап алды. Үйде болам. Мен үндемедім. Ермек әкесіне қарап: кешке беліңіз ауырып еді ғой? Бүгін жақсы. Жақсы болса болды. Әсел маған қарап: апа, сіз бүгін қайда барасыз? Мен жауап бермей тұрып, Сапар ата сөзге араласты: Гүлмира бүгін менің шаруаммен шығады. Ермек бірден әкесіне қарады: қандай шаруа? Сапар ата сабырлы ғана: өз шаруам. Үстел үстінде үнсіздік орнады. Мен шайымды ішіп отырдым. Ермек маған қарап: не шаруа? Менің аузымнан сөз шықпай қалды. Сапар ата болса: келіннен сұрама. Мен өзім сұрадым. Ермек қабағын түйді: әке, болды. Сол бір сөзбен әңгіме жабылды. Мен қайнатамның бұл мінезін жақсы білетімін. Ол болды десе, ешкім жалғастырмайтын. Түскі сағат 12-де Сапар ата дайын болды. Қара костюмін киіп, қолына ескі былғары сөмкесін ұстап шықты. Мен: ата, қайда баратынымызды әлі айтпадыңыз? Такси шақыр. Өзім жүргізейін бе? Жоқ, таксимен барамыз. Біз көлікке отырдық. Мен жол бойы бірнеше рет сұрағым келді, бірақ әр жолы тілім байланып қалды. Ақыры шыдай алмай: ата. Не? Сіз мені қорқытып барасыз. Ол маған қарап күлімсіреді: қорықпа. Бірақ қайда бара жатқанымызды білмеймін. Білгенде қорқатын боласың. Мен оның жүзіне қарадым. Бұл әзіл емес еді. Не болды? Ол терезеге қарады. Менің бір адамға қарызым бар. Ақша ма? Жоқ. Онда не? Өмірлік қарыз. Мен түсінбедім. Қаладағы ескі ықшам ауданның біріне келдік. Көлік тоқтады. Мен айналама қарадым. Мұнда бұрын соңды келмеген едім. Сапар ата көліктен түсті. Жүр. Біз 5 қабатты ескі үйдің алдына келдік. Ол 4-ші қабатқа көтерілді. Мен артынан ердім. Есіктің алдына келгенде ол тоқтады. Қалтасынан кішкентай қағаз шығарды. Қағазға біраз қарап тұрды. Сосын есік қоңырауын басты. Есікті шамамен 55 жастағы әйел ашты. Әйелдің түрі жүдеу. Көзі Сапар атаны көргенде өзгеріп кетті. Ол біраз үнсіз тұрды. Сосын: сіз келдіңіз бе? Деді. Сапар ата басын изеді. Иә. Әйел маған қарады. Бұл кім? Сапар ата: менің келінім. Әйелдің қабағы түйілді. Келін? Иә. Ол маған қайта қарады. Сосын есікті кеңірек ашты. Кіріңіздер. Мен ішке кірдім. Үй қарапайым еді. Ескі, жиһаз. Қабырғада бірнеше сурет. Мен көзіме түскен бір суретке тоқтап қалдым. Суретте жас жігіт тұр. Жасы 25-те шығар. Бірақ оның жүзінен бір нәрсе таныс көрінді. Мен ұзақ қарап қалдым. Әйел менің суретке қарап тұрғанды байқап: таныдыңыз ба? Деді. Мен басымды шайқадым. Жоқ. Ол Нұрланға ұқсайды ғой, деді. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Нұрлан. Менің ұлым. Сіз Нұрланды қайдан білесіз? Әйел жауап бермеді. Сапар ата: болды Гүлмира, мен оған қарадым. Ата, бұл не? Ол: сен тек тыңдайсың. Әйел дастарханға шай қойды. Сосын Сапар атаға қарап: 30 жылдан кейін де келдіңіз. Мен селк ете қалдым. 30 жыл? Сапар ата үндемеді. Әйел маған қарап: сіз оның бәрін білесіз бе? Мені. Оның біздің үйге не үшін келгенін. Мен Сапар атаға қарадым. Ол көзін төлмен сүрді. Жоқ. Әйел ащы жымиып: әрине білмейсіз. Менің жүрегім дүрсілдей бастады. Сіз кімсіз? Әйел жауап бермей тұрып, бөлменің ішінен бір баланың дауысы естілді. Анашым! Әйел артына қарады. Иә балам. 15-16 жастағы бала бөлмеден шықты. Мен оның жүзін көргенде қатып қалдым. Бала маған қарап тұрды. Сосын Сапар атаға қарады. Сапар ата орнынан тұрды. Баланың жанына барып: өстің ғой балам, деді. Бала оның қолын ұстап: атасы, сіз тағы келдіңіз бе? Менің денем мұздап кеткендей болды. Атасы. Ол Сапар атаны атасы деп тұр. Мен әйелге қарадым. Бұл бала... Әйел менің сөзімді аяқтатпады. Иә. Сапар атаның немересі ме? Әйел басын изеді. Иә. Менің көз алдым қарауытып кетті. Сапар атаның немересі? Бірақ біздің әулеттегі немерелердің бәрін мен білем. Бұл баланы
бұрын ешқашан көрмегенмін. Мен Сапар атаға қарадым. Ата, ол көзін тайдырды. Гүлмира, үйге қайтқанда бәрін түсіндіремін. Мен орнымнан тұрып, жоқ, бұл сөзді бірінші рет анық айттым. Сапар ата маған таңырқай қарады. Не дедің? Менің даусын дірілдеп тұрды. Мен енді еш қайда бармаймын. Маған қазір түсіндіресіз. Әйел үнсіз тұрды. Ал әлгі бала ештеңені түсінбей бізге қарап қалды. Сапар ата терең дем алды. Сенің күйеуің бұл туралы білмеу керек. Мен оған тіке қарадым. Неге? Ол жауап бермеді. Мен тағы сұрадым. Бұл бала кім? Сапар ата көзін жұмды. Сосын өте баяу, бұл деп бастап еді. Дәл сол сәтте оның телефоны шырылдады. Телефон экранында бір ғана есім көрінді. Ермек. Сапар ата телефонға қарады. Мен де көріп қойдым. Ол қоңырауды қабылдамады. Телефон қайта шырылдады. Тағы да Ермек. Үшінші рет қоңырау келгенде Сапар ата телефонын өшіріп тастады. Мен оған қарап, ата, сіз мені неге бұл жерге алып келдіңіз? Ол маған ұзақ қарады. Сосын, өйткені менің өліміме дейін бір нәрсені түзетуің керек. Менің жүрегім су ете қалды. Не нәрсен? Ол жауап бермеді. Сол кезде әлгі әйел маған жақындап, Гүлмира, деді. Я? Сізге бір нәрсе айтуым керек. Мен оның жүзіне қарадым. Айтыңыз. Әйел көз жасын сүртті. Сапар, сізге бір нәрсені айтпай алып келді. Мен үнсіз қалдым. Бұл баланың мәселесі емес. Онда не? Әйел Сапар атаға қарады. Сіздің күйеуіңіз Нұрлан туралы. Менің жүрегім тағы дүрс етті. Нұрланға не болған? Әйел ернін қысып. Оны сіз 30 жылдан бері білмей келесіз. Мен орнымнан тұрып кеттім. Нені? Әйел көз жасын ұстай алмай, Нұрлан, сіз ойлағандай. Сол сәтте Сапар ата жетеді деп айқайлап жіберді. Үй ішін өлі тыныштық басты. Мен Сапар атаға қарадым. Ол өмірінде бірінші рет менің көзін тайдырды. Мен сол сәтте бір нәрсені түсіндім. Бұл үйге жай ғана қонақ болып келген жоқпын. Мен 30 жыл бойы білмей келген шындықтың дәл ортасына түстім. Ал ең қорқыныштысы, менің күйеуім Ермек бұл шындықты бұрыннан білетін сияқты еді. Себебі сол күні ол әкесіне бірнеше рет қоңырау шалған. Ал Сапар ата сол қоңыраулардың бәрінен қашты. Мен телефонды қолыма алдым. Ермекке қоңырау шалғым келді. Бірақ саусағым қоңырау батырмасына жетпей тоқтады. Өйткені дәл сол сәтте Сапар ата, Гүлмира, егер менің сөзімді тыңдасаң, бүгін үйге барып ештеңе сұрама. Мен оған қарап, ал тыңдамасам ше? Ол маған ауыр көзқараспен қарады. Онда бұл отбасы бұрынғы қалпына ешқашан келмейді. Мен үндемедім. Сол күні алғаш рет мен қайынатама жоқ деуге дайын тұрғанымды сездім. Бірақ әлі білмедім. Үйге қайтқанда мені одан да үлкен соққы күтіп тұрғанын. Үйге қайтар жылда мен бір ауыз сөз айтпадым. Сапар ата да үнсіз отырды. Таксидің терезесінен сыртқа қарап келе жатып, ойым сан-саққа жүгірді. Әлгі әйел кім? Оның үйіндегі бала кім? Неге ол Сапар атаны атасы деп атады? Неге ол Нұрланның атын естігенде жылап жіберді? Ал ең бастысы, Нұрланның бұған қандай қатысы бар? Нұрлан менің үлкен ұлым еді. 34 жыл бұрын дүниеге келген. Мен оны 9 ай көтердім. Түн ұйқымды бөліп өсірдім. Ауырса, жанында отырдым. Мектепке апардым, үйлендірдім. Оның өміріндегі әрбір маңызды күнді көрдім. Егер біреу маған, сен ұлыңның өміріндегі ең маңызды бір шындықты білмейсің десе, мен күлген болар едім. Бірақ сол күні менің күлкім келмеді. Үйге кіргенде Ермек бізді есік алдында күтіп тұр екен. Қабағы қатулы. Әке, қайда болдыңыз? Сапар ата аяқ киімін шешіп, шаруам болды. Қандай шаруа? Ермек, шаршап келдім. Әке, мен сізге 4 рет қоңырау шалдым. Сапар ата үндемеді. Ермек маған бұрылды. Анашым, сіз қайда бардыңыздар? Менің аузымнан сөз шықпады. Сапар ата бірден. Гүлмираның еш кінәсі жоқ. Ермек бір сәт үнсіз қалды. Мен кінәлап тұрған жоқпын. Онда сұрама. Әке, сіз неге соңғы кезде біртүрлі болып жүрсіз? Болды дедім ғой. Ермек ашуланып. Сіз бәрін болды деп жаба салуға үйреніп алғансыз. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Әсел ас үйден шығып бізге қарады.
Мен сол сәтте ермектің жүзінен бір нәрсе байқадым. Қорқыныш. Ол ашулы болғанмен көзінде қорқыныш бар еді. Мен оны бұрын ешқашан олай көрмегенмін. Кешкі ас кезінде бәріміз бір үстелдің басында отырдық. Бірақ ешкім тамақ ішпеді. Сапар ата қасықты ары-бері қозғап отырды. Ермек телефонына қарап отырды. Менің көзім қайта-қайта Нұрланды іздеді. Ол жұмыста болатын. Сол сәтте телефон шырылдады. Нұрлан. Мен бірден көтердім. Балам? Апа, үйдесіз бе? Иә. Атама айтыңызшы, мен кешке барам. Менің жүрегім дүрс етті. Неге? Бір нәрсе сөйлесуім керек. Не туралы? Нұрлан біраз үнсіз қалды. Апа, атам сізге бүгін бірдеңе айтты ма? Мен Сапар атаға қарадым. Ол маған тіке қарап отыр екен. Жоқ, дедім. Телефонның ар жағында үнсіздік болды. Жақсы апа, мен келуінде сөйлесеміз. Қоңырау үзілді. Мен телефонды жай ғана үстелге қойдым. Сапар ата. Нұрлан не деді? Сізбен сөйлескісі келеді. Ол күрсінді. Келмей-ақ қойсын. Ермек бірден әкесіне қарады. Неге? Сапар ата жауап бермеді. Ермек орнынан тұрды. Әке, сіз менен бірдеңе жасырып жүрсіз. Отыр. Жоқ, бүгін сөйлесеміз. Ермек. Не? Сапар ата баласына ұзақ қарап. Кейбір нәрсені білмегенің жақсы. Ермек күліп жіберді. Бірақ оның күлкісінде қуаныш жоқ еді. Мен 49-дан әке, бала емеспін. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Күйеуім қасында теріс қарап жатты. Ермек. Я? Сен бүгін бір нәрсені менен жасырдың. Ол үндемеді. Мен сезіп тұрмын. Ұйықта, Гүлмира. Әлгі әйел кім? Ол бірден бұрылып қарады. Жүрегім зу ете қалды. Қандай әйел? Сен білесің. Не айтып тұрсың? Бүгін біз қайда барғанымызды? Ермек орнынан отырып кетті. Әкем сені қайда апарды? Мен оның жүзін көріп, сен білмейсің бе? Ол біраз үнсіз қалды. Жоқ. Мен оның көзіне қарадым. Шын айт. Гүлмира, мен білмеймін. Мен оның жүзіне қарап отырдым. Сол сәтте есіме әлгі әйелдің сөзі түсті. Сіз оның әйел екеніңізді білмейсіз? Мен абдырап қалдым. Ермек. Не? Нұрланның туған анасымен бе? Ол маған қарап қатып қалды. Бірнеше секунд ештеңе айтпады. Сосын, не үшін сұрап отырсың? Менің жүрегім аузыма тығылды. Жай ғана. Гүлмира, мұндай сұрақты неге қойдың? Жауап бер. Ол орнынан тұрып терезеге барды. Мен артынан. Ермек! Ол бұрылмады. Нұрлан біздің баламыз ғой? Әрине. Онда неге сен қорқып тұрсың? Ол ақырын. Ұйықта деді. Мен сол түні оның шындықты жасырып тұрғанын түсіндім. Таңертең ерте Нұрлан келді. Есікті ашқанда оның түрі қобалжулы. Апа, атам қайда? Бөлмесінде. Әкең? Ұйықтап жатыр. Нұрлан ештеңе айтпастан әкесінің бөлмесіне кірді. Мен ас үйде тұрып қалдым. Бірнеше минуттан кейін олардың дауысы естілді. Сен оған апардың ба? Бұл Нұрланның дауысы. Иә. Неге? Уақыты келді. Әке білсе ше? Ол білуі керек. Сіз не істеп жатырсыз өзі? Менің жүрегім қатты соға бастады. Мен есікке жақындадым. Нұрлан. Екеуі де үндемей қалды. Нұрлан бөлмеден шықты. Апа, сіз тыңдап тұрсыз ба? Иә. Ол көзін төмен сүрді. Онда бәрін естідіңіз. Не естідім? Нұрлан менің қолымнан ұстап. Апа, мен сізге бір нәрсе айтуым керек. Айт. Ол аузына сөз алмай біраз тұрды. Сосын, мен сіздің балаңызбын. Мен таң қалдым. Мұны неге айтып тұрсың? Бірақ, ол тоқтап қалды. Бірақ не? Менің туған әкем Ермек емес. Менің денем мұздап кеткендей болды. Не? Осы кезде Сапар ата, Нұрлан! Деп айқайлады. Бірақ Нұрлан тоқтамады. Менің туған әкемді сіз білмейсіз. Мен қабырғаға сүйеніп қалдым. Нұрлан! Апа, мен сізге өтірік айтқым келмейді. Сонда мен кіммін? Сіз менің анамсыз. Ал әкең кім? Нұрлан көзін жұмды. Мен білмеймін. Сол кезде Сапар ата орнынан тұрып, білесің. Нұрлан оған қарады. Жоқ, білесің. Мен ештеңе білмеймін. Сапар ата үнсіз қалды. Мен оның жүзіне қарадым. Ата, ол маған қарады. Бала кезінде Нұрланға мен әкесі туралы ештеңе айтпадым. Неге? Сапар ата жауап бермеді.
Нұрлан есікке қарай жүрді. Мен енді бұл үйде қалмаймын. Мен оның қолынан ұстап: балам, қайда барасың? Апа, мен сізді жақсы көрем. Онда кетпе. Ол көз жасын сүртіп: мен кетуім керек. Есіктен шығып бара жатып тоқтады. Апа, иә, сіз бүгін әлгі әйелдің үйіне қайта барыңыз. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Неге? Өйткені ол сізге менің туған әкемнің атын айтады. Ол кетіп қалды. Мен Сапар атаға бұрылдым. Ата. Ол үнсіз отырды. Сіз бәрін білесіз. Иә. Нұрланның әкесі кім екенін білесіз? Иә. Неге 34 жыл бойы айтпадыңыз? Ол көзін төмен түсірді. Өйткені сенің отбасың бұзылмасын дедім. Менің ашуым келді. Отбасымды қорғау үшін менің өмірімді өтірікке айналдырдыңыз ба? Сапар ата жауап бермеді. Мен көз жасымды сүртіп: мен әлгі әйелге қайта барам. Барма. Барамын. Гүлмира, бұл жолы жоқ деймін. Ол маған қарап қалды. Мен есікке қарай жүрдім. Бірақ сыртқа шыққанымда телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір. Көтердім. Тыңдап тұрмын. Әйелдің дауысы естілді. Гүлмира, мен сізге бәрін айтуға дайынмын. Қазір айтыңыз. Телефонмен айта алмаймын. Онда кездесеміз. Жақсы. Ол мекен жайын айтты. Мен жазып алдым. Сосын ол: бірақ жалғыз келіңіз. Неге? Өйткені мен сізге Нұрланның туған әкесі кім екенін ғана емес. Ол бір сәт үнсіз қалды. Сіздің күйеуіңіз Ермектің бұл оқиғаға қандай қатысы бар екенін айтамын. Қоңырау үзілді. Мен телефонды қолымда ұстап бірнеше секунд қозғалмай тұрдым. Сол сәтте бір нәрсені анық түсіндім. Бұл оқиға Нұрланның ғана тағдыры туралы емес еді. Менің 35 жылдық некемнің өзі қауіпте болатын. Келесі күні таңертең мен көзімді ілмей шықтым. Түн бойы бір ғана сұрақ ойымнан кетпеді. Ермек, бұл оқиғаның ішінде неге бар? 35 жыл бойы бір адаммен бірге өмір сүрдім. Оның мінезін, ашуын, күлкісін, әдетін білдім деп ойладым. Ал енді бір күннің ішінде мен оның өміріндегі ең үлкен құпияны білмейтінімді түсіндім. Таңертең ас үйге кіргенімде Ермек дастархан басында отыр екен. Ол маған қарады. Ұйықтадың ба? Жоқ. Мен де. Екеуміз біраз үнсіз отырдық. Сосын ол: Гүлмира, кеше Нұрлан саған не айтты? Мен оған тіке қарадым. Өзің білмейсің бе? Ол басын төмен түсірді. Білемін, менің жүрегім тағы ауырды. Сонда неге менен сұрайсың? Сенің аузынан естігім келді. Мен орнымнан тұрып кеттім. Нұрлан менің балам. Иә, бірақ сен оның туған әкесі емессің. Ермек көзін жұмды. Иә. Бұл бір ауыз сөз мені ішімнен қақ айырғандай болды. Сен мұны қашаннан бері білесің? Бала кезінен. Мен оған ұзақ қарап тұрдым. Демек сен 34 жыл бойы білдің? Иә. Ал мен? Ол үндемеді. Мен неге білмедім? Әкем солай шешті. Ал сен келісіп жүрдің? Гүлмира, жауап бер. Ол алғаш рет көз жасын көрсетті. Мен сені жоғалтқым келмеді. Мен күліп жібердім. Мені жоғалтпау үшін менің өмірімді өтірікпен өткіздің бе? Мен Нұрланды өз баламнан кем көрген жоқпын. Бірақ сен оның әкесі емессің. Білемін. Оның дауысы қатты шықты. Үй іші тыныш болып қалды. Ол басын ұстап отырды. Мен оны алғаш қолыма алған күннен бастап өз балам деп қабылдадым. Ал оның туған әкесі? Ермек жауап бермеді. Мен оның алдына жақындадым. Кім ол? Мен білмеймін. Өтірік. Шын айтамын. Әлгі әйел біледі. Ермек маған бірден қарады. Сен онымен сөйлестің бе? Иә. Не айтты? Бүгін кездесеміз. Ол орнынан тұрып кетті. Барма. Мен таң қалдым. Неге? Өйткені ол әйел саған шындықты түгел айтпайды. Сен оны қайдан білесің? Ермек үндемеді. Сол сәтте менің күдігім күшейе түсті. Сен ол әйелді танисың? Жоқ. Танисың? Гүлмира, танисың? Ол маған қарап: Иә, деді ақырында. Менің жүрегім дүр ете қалды. Қалай? Өйткені ол әйел менің өмірімде бұрыннан бар. Түскі сағат 2-де мен әлгі әйелмен кездесуге бардым. Ол кафенің ең шеткі үстелінде отыр екен. Мені көргенде орнынан тұрды. Келдіңіз? Иә. Отырыңыз. Мен отырдым. Атыңыз кім?
Меруерт, неге мені шақырдыңыз? Меруерт біраз үнсіз қалды. Сізге шындықты айтатын уақыт келді. Нақты сөйлейік. Ол сөмкесінен ескі конверт шығарды. Мынаны сапардан алдым. Мен конвертке қарадым. Мұнда не бар? Сіздің өміріңізді өзгерте алатын нәрсе. Ашыңыз. Меруерт конвертті маған ұсынды. Ішінен бірнеше ескі сурет шықты. Бірінші суретте жас ермек тұр. Жанында Меруерт. Менің қолым дірілдеп кетті. Бұл не? Біз бір-бірімізді бұрыннан танимыз. Қайдан? Университеттен. Мен суреттерді қарай бердім. Екінші суретте Ермек пен Меруерт қатар отыр. Үшінші суретте екеуі өте жақын тұр. Мен көзімді жұмдым. Сен Ермектің бұрынғы әйелі болғансың ба? Меруерт басын шайқады. Жоқ. Онда кім болдың? Ол төмен қарады. Оның сүйген адамы. Менің тамағым құрғап кетті. Қашан? Сендер үйленбей тұрып. Мен бірден орнынан тұрдым. Онда Нұрлан. Меруерттің көзінен жас шықты. Нұрлан сол кезде дүниеге келген. Мен қайта отырдым. Жоқ. Иә. Нұрлан сенің балаң ба? Жоқ. Онда кімнің баласы? Меруерт біраз үнсіз отырды. Сосын Нұрланның туған әкесі Ермек. Мен оған аңырып қарадым. Не? Иә. Менің басым айналып кеткендей болды. Сен жаңа ғана Ермек менің күйеуіммен бірге болғанын айттың. Біз бірге болғанбыз. Сонда Нұрлан Ермектің туған баласы. Мен орнымнан тұрып кеттім. Бұл мүмкін емес. Неге? Өйткені Нұрлан мен Ермек. Мен сөзімді аяқтай алмадым. Меруерт жай ғана. Ермек оны сізге берді, деді. Не? Сапар сізге бәрін басқа қылып түсіндірді. Мен оның қолынан ұстап. Нақты айт. Меруерт көз жасын сүртті. Сіз Нұрланды өз балаңызды өсірдіңіз. Бірақ ол кезде Ермек пен Сапардың арасында үлкен мәселе болған. Қандай мәселе? Ермек Нұрланды мойындағысы келмеді. Менің жүрегім ауырды. Неге? Меруерт жауап беруге қиналды. Өйткені ол сізбен үйленуге дайындалып жатқан. Мен үндемедім. Ал Нұрлан дүниеге келгенде мен басқа адамға тұрмысқа шықтым. Сонда Нұрланды кім өсірді? Сіз. Менің көзіме жас келді. Мен оны өз балам деп өсірдім. Білемін. Мен оны 9 ай көтердім. Білемін. Мен оның анасымын. Мен сізге басқаша деп тұрған жоқпын. Мен үстелге қарап отырып қалдым. Сол сәтте 35 жыл бұрынғы бір көрініс есіме түсті. Мен Нұрланды алғаш қолыма алған кез. Ол кішкентай еді. Ал Ермек ауруханада маған: Гүлмира, енді бәрі жақсы болады деген. Мен сол сөздің астарында қанша өтірік жатқанын білмеппін. Неге осының бәрін қазір айтып отырсыз? Деп сұрадым. Ол біраз үнсіз қалды. Өйткені менің уақытым аз. Не болды? Мен ауырдым. Мен оның жүзінен шаршағандықты байқадым. Бірақ бұл әңгімені өзім үшін емес, Нұрлан үшін айтып отырмын. Нұрлан неге керек? Ол өз әкесінің кім екенін білуге құқылы. Бірақ Ермек оның әкесі. Биологиялық тұрғыда иә. 34 жыл бойы оны әке ретінде өсіргенде Ермек. Меруерт басын изеді. Сондықтан мен сізден ештеңені бұзуды сұрамаймын. Онда не сұрайсыз? Ол тағы бір конверт шығарды. Мынаны Нұрланға беріңіз. Бұл не? Оның туған күніне қатысты құжаттар. Мен конвертті алдым. Неге маған? Өйткені ол сізге сенеді. Мен үнсіз қалдым. Сол кезде телефоным шырылдады. Ермек. Мен қоңырауды көтердім. Не болды? Үйге кел. Неге? Әкем ауруханаға түсті. Мен орнынан тұрып кеттім. Не болды? Құлақ қалған. Мен Меруертке қарадым. Ол да орнынан тұрды. Мен сізбен бірге барамын. Жоқ. Неге? Бұл отбасының мәселесі. Меруерт менің қолымды ұстап: Гүлмира, Сапар бәрін айтуға дайын емес. Нені? Нұрланның әкесі туралы емес. Онда не? Ол сыбырлап: Нұрланның дүниеге келуіне байланысты тағы бір шындық бар. Мен қатып қалдым. Қандай? Мен оны сізге айта алмаймын. Неге? Өйткені оны Сапардың өзі айтуы керек. Ауруханаға жеткенімде Ермек дәлізде отыр екен. Әкемнің жағдайы қалай? Дәрігер қарап жатыр. Нұрлан да сонда екен. Ол мені көріп: Апа. Мен оны құшақтап алдым.
балам. Ол, не болды? Мен оған меруерт берген конвертті айтқым келді. Бірақ дәл сол сәтте аурухана есігі ашылды. Дәрігер шықты. Сапар Әбдірахманұлының туыстары кім? Біз үшеуміз бірден орнымыздан тұрдық. Дәрігер бізге қарап: қазір жағдай тұрақты, бірақ ол сіздерді шақырып жатыр. Біз бөлмеге кірдік. Сапар ата төсекте жатты. Беті бозарып кеткен. Ол мені көріп: Гүлмира. Я, ата. Сен меруерттен кездестің бе? Мен үнсіз қалдым. Ол бәрін түсінді. Кездестім. Я. Ол көзін жұмды. Енді бәрі басталды. Ермек: әке, не туралы айтып тұрсыз? Сапар ата оған қарамады. Ол маған қарап: келін, мен сенен бір нәрсе сұраймын. Мен үндемедім. Нұрланға шындықты айтпа, менің ашуым қайта келді. Неге? Өйткені оның әкесі туралы шындықтың ең ауыр бөлігі әлі айтылған жоқ. Нұрлан: менің әкем туралы тағы не бар? Сапар ата үнсіз қалды. Ата, деді Нұрлан. Сапар ата оның көзіне қарады, сосын ақырын: сенің туған әкең, деп бастады. Бірақ дәл сол сәтте монитордың дабылы қатты шырылдады. Дәрігерлер бізді бөлмеден шығарып жіберді. Мен дәлізде тұрып қалдым. Ермек қабырғаға сүйенді. Нұрлан болса ештеңе түсінбей: апа, олар менен нені жасырып жүр? Мен жауап бере алмадым. Өйткені дәл сол сәтте телефоныма хабарлама келді. Бейтаныс нөмір. Хабарламада: Гүлмира, Сапардың айтқанына сенбеңіз. Нұрланның туған әкесі туралы шындықты мен білемін. Бірақ сіз оның анасы емессіз. Мен экранға ұзақ қарап қалдым. Қолым дірілдей бастады. Сіз оның анасы емессіз деген 4 сөз көз алдынан кетпеді. Ал жанымда 34 жыл бойы балам деп келген Нұрлан тұрды. Сол сәтте менің бүкіл өмірімнің астын үсті төңкерілгендей болды. Мен сол түні ұзақ ойландым. 34 жыл бойы Нұрланды өз балам деп өсірдім. Оны 9 ай көтермесем де, әрбір ауырған күнінде қасында болдым. Алғашқы қадамын көрдім, мектепке апардым, үйлендірдім. Сонда ана болу тек дүниеге әкелумен өлшене ме? Жоқ. Мен үшін Нұрлан бәрібір балам болып қалды. Ертеңіне меруертпен тағы кездестім. Ол бар шындықты айтты. Нұрланның туған әкесі Ермек екен. Ал Сапар ата бұл құпияны 34 жыл бойы жасырып келген. Себебі сол кезде Нұрланды дау-жанжалдан, бөтен адамдардың қолына түсуден қорғаудың жалғыз жолы оны біздің отбасымызға беру болған. Ермек те шындықты білген, бірақ ол мені жоғалтудан қорқып үндемеген. Мен оларды бірден кешіре алмадым. 34 жылдық өтірікті бір күнде ұмыту мүмкін емес еді. Егер мен сол күні қайын атама: жоқ, мен сізбен бармаймын десем, осы шындықтың бәрі ешқашан ашылмас еді. Сапар ата бірнеше күннен кейін ауруханадан шықты. Мен оның алдына барып: ата, мен сізге ренжідім, өте қатты ренжідім, бірақ Нұрланды менен ешкім тартып ала алмайды, дедім. Ол көз жасын сүртіп: мен сені осы үшін таңдадым, келін. Сенің жүрегіңнің кең екенін білдім, деді. Мен басымды шайқадым. Мен бәріне шыдай беретін келін болмаймын енді. Сапар ата жымиып: дұрыс. 58 жасында өзің үшін өмір сүретін уақыт келді. Мен де жымиып қойдым. Сол күні үйге келгенде Нұрлан мені есік алдында күтіп тұр екен. Ол мені көре сала құшақтады. Апа, мен оны қатты құшақтадым. Балан, мен сізден бір нәрсе сұрайыншы? Сұра. Мен сіздің туған балаңыз болмасам да, сіз мені әлі де балаңыз деп санайсыз ба? Мен оның бетіне қарап: сен менің жүрегімнен туған баламсың. Одан артық қандай дәлел керек? Нұрлан жылап жіберді. Мен оның маңдайынан сүйдім. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Кейде әйел адам керім болады, кейін жар болады, ана болады, әже болады. Бірақ осының бәрінің арасында өзінің кім екенін ұмытып кетеді. Мен де ұмытыппын. Ал 58 жасында алғаш рет өзіме: Гүлмира, сенің де өмір сүруге, таңдау жасауға, жоқ деуге құқығым бар, дедім. Мен қайынатама сол күні жоқ дей алмадым. Бірақ сол бір өтініш менің өмірімді өзгертті. Өйткені кейде біз қаламай жасаған бір қадам өмір бойы жасырынған шындыққа апаратын жол болып шығады. Ал мен үшін ең маңызды шындық біреу ғана болды. Ана болу баланы дүниеге әкелу ғана емес. Ана болу, оны өмір бойы жүрегіңмен қорғау.